Ассалаумалейкум, қадірмен көрермен. Шұқылай арнасын көріп отырсыздар. Бүгін біздер ремонтқа келіп түскен телефон, продолжить русский. Oppo A54 Google аккаунтқа түсіп қалған. Енді бұның видеолары YouTube'да көп шығар, бірақ сонда да сіздерге қазақша инструкциясын түсіргеміз келіп отыр. Шынында құлтанып қалған ба, соны көрейікші. Енді клиент алып келіп отыр, біз соны көріп отырмыз қазір. Не копировать. Пин-код. Видите, код блокировка дейді. Пин-кодымыз білмейміз. Яғни енді пин-код сұрап тұрған, пин-кодын білмейді әрине. Біз не істейміз? Ескі жолын істеп көреміз. Жұлдызша решетка 813 решетка. Оның ашылмайды екен. Онда бізге пин-код сұрайтын сим-карта керек болады. Біздің жағдайда ол теле 2 номері, теле 2. Сим слотын шығарамыз. Ішінде сим-карта жоқ екен, мінекей. Сим-картаны саламыз ішіне. Ішіне саламыз, және ол бізден пин-код сұрайды. Пин-код сұрайды. Саламыз, өшіреміз. Және мынандай болып шығады. Олайынан төменге қарай сипалап түсіреміз. Енді настройкаға басамыз осы жерде. Настройка кіріп кетті. Онда бұның версиясы 11 болу керек. 10 немесе 11 Android версиясы. Мінекей, 11 екен. Егерде Android версиясы 12 болатын болса, бұндай жолмен ашылмайды. Бұған настройкаға да кірмейді ол. Оның басқаша жолы бар. Дәл бұл телефонда онда бізді кездесіп қойғандықтан, біз оны қазір қалай істелінетінді көрсетіп айтатындай неміз болмай тұр. Енді осы телефонды қалай ашуға болатындан көрсетеген. Мінекей, Oppo A54 Android 11. Енді біз настройка кіріп алдық. Настройкасын дополнительный настройкаға кіреміз. Төменге қарай түсеміз. Сразу резервную копию перезагрузить. Удалить все данные из сброска заводской настройкаға басамыз. Енді қараңыздар, бұл ашылмайды. Онда бұл Android 11 болса да ашылмаған болса, онда бұл артқа қайтамыз да, біз төменге қарай түсеміз. Мына жерден главный экран блокировка дегенге басамыз. Осы жерден вид главного экрана дегенге таңдаймыз. Және бізде бұлай шығады. Әлі бізде әлі толық біткен жоқ. Инструмент дегенге кіреміз. Клонированный телефон керек болады бізге. Қазір бізге және екінші телефон керек болады. Екінші телефон дайындаған соң жалғастырамын. Қазір оған дейін тоқтата тұрамын. Бізде Oppo A12. Бұның ішінде де осындай клонированный телефон деген болады. Егер сізде Samsung басқа телефон болатын болса, одан да ол инструмент клонированный телефон Oppo деген болмайды ғой. Соны сіздер өзіңіздің басқа телефоныңыз бар болса, сол телефонға клонированный телефон деп Oppo-ның осындай приложениесін тартып аласыздар. Телефонымыздың заряды өлейін деп тұр екенбіз де. Қазір. Өлмей тұрған кезінде. Өшіп қалды. Samsung A10 деген телефонды ала салдық. Витринада тұрған. Разрешение дей саламыз. Енді бұл жерде қарап тұрсаңыздар, Play Market'қа кірмейді енді ол бізде. Іші жаңартылып тұрған телефон қазір. Онда біз браузерге кіре саламыз да, браузерден Oppo Clone Phone дегенді орнатамыз. Бұлай істесек болады. Инструментіға кіреміз на телефонға, клонированный телефон. Согласить продолжить. Настройкаға басамыз. Қосамыз галочкаларды, настройкаға басамыз, галочкалардың бәрін қосамыз. Көрініп тұрғанша деген ойдамын.
бұл телефонды новый телефон таңдаймыз, және импорт данных телефон Android. Opпаны таңдамаймыз. Енді бізде Oppo жоқ қой. Және ескі телефонда мынандай неге сайтқа кіріп, Oppo Clone Phone деп браузерден скачать етесің деп тұр. Біз соны жазамыз қазір. Неге жазып болғансың жалғастырайын, ә? A10 телефонды жаратылып қалды, бізде Oppo A31. Яғни осында сайттан орнатып аласыздар. Енді бізде ол орнатылып тұр телефон. Копия телефон деген таңдаймыз. Клонирование. Окей. Старый модель телефон дейміз. Және телефонды следующийден таңдаймыз. Және осыны сканер жасаймыз бұлай. Настроить копий. Мына жерден. Ешқандай приложение жоқ екен бізде. Мына бүйтеміз. Google'a кіреміз де. Бір приложениені орнатамыз. Wi-Fi-ға қосып берсек, қосылып тұрған болса да, бәрібір де жерге қосамыз да. Көріңіздер. Quick Shortcut Maker дегенді орната салайықшы, осыны скачать етіп. Негізі оны демді ашып тастауға болатын еді, кәдімгі дайын телефон болса, енді бізде дайын телефон болмай тұр ондай. Нерден Quick Shortcut Maker'ді скачать ете салайық мына жерден. Продолжить, разрешить. Quick Shortcut Maker, окей. Открыть. Настройка. Қоса саламыз, установить. Мінекей жерден ол орнатылды бізде. Мінекей Quick Shortcut Maker. Инструментке кіреміз. Копия телефон. Повторить дейміз. Ерекеңізден өзіміздің Wi-Fi-дан шығарып тастайық. Удалить. Это старый. Мынаны алып тастаймыз. Приложение алып тастаймыз, приложение үстіне басамыз. Бұл жерден Quick Shortcut Maker'ді таңдаймыз. Начать копирование. Бізден жіберілді. Шетке ала саламыз. Енді бізге керек болатын мына телефон. Готово. Начать работа. Мінекей. Телефон Google аккаунттан ашылды бізде. Астында кнопкаларын байқадыңыздар ғой, мұны? Опа елі тұр. Кнопкаларына 3 кнопка шығып тұрып, тек қана назад шығып тұрған болса, ол ашылмаған болады. Тек қана шығып, мыналар жоқ болып тұрған болса. Біз сіздермен бірге телефонды аштық, мінекей телефонымыз. Енді настройканың ішінен сброс жібере салған дұрыс негізінде. Google аккаунттан ашылған соң, удалить все данные, сброс к заводским, удалить все данные деген таңдаймыз. Удалить данные. Мінекей. Видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, дұрыс енді сәл созылып қалды, бірақ сондай жағдайлар болып қойған кезде осылай ашып алсаңыздар болады. Дайын телефон болмаса, ішіне жаңағыдай бір приложениені тартып деген сияқты. Oppo Clone Phone'ды татасыз, одан кейін Quick Shortcut Maker'ды татасыз. Сонымен телефоныңыз ашылады, дайын болады.
шұқылақ арнасына жазылуды ұмытпаймыз. Сау сәлеметте болыңыздар.